Мен Есенгелдин Темір Әбілқайырұлы осы денсаулық саласында 40 жылдан астам еңбек етіп келе жатырмын. Менің мамандық таңдауыма не себеп болды? 10 класста оқып жүрген кезде атам Жәнәбіл маған былай деген: балам, бұл өмірде бітпейтін екі мамандық бар балам. Біреуі мұғалімдік, екіншісі дәрігерлік деген. Сондықтан мен атамның сөзін жерге тастамай дәрігерлік мамандықты қаладым. Оған ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені дәрігер мамандығы өте қасиетті де, қадірлі, жауапкершілік мамандық екенін институтта оқып жүргенде түсіне бастадым. Әрине, жаспыз, ол кезде адамның біліміне қарап оқуға қабылдайтын еді. Сол кезде бірінші жолым болмай, екінші жылы Ақтөбе медициналық институтқа қабылдандым. Соны абыроймен аяқтап, осы бұрынғы Гурьев облысы, қазіргі Атырау облысына келіп қызметке тұрдым. Содан 84 жылдан бастап 2003-ке дейін облыстық ауруханада жұмыс жасадым. Алғашқы мамандығым кардиолог. Дәрігерлік мамандықтың тағы бір ерекшелігі, әр уақытта да өзіңнің білімің менен тәжірибең арқылы әртүрлі дәрігерлік мамандықтарды игеріп кетуге болады. Сондықтан 1990 жылы облыстық ауруханада облыс бойынша бірінші рет оттегі мен емдеу бөлімшесін ашып, сонда қызмет жасадым. Қызметім өте абыройлы болды. Көп адамдарменен жұмыстас болдым, барлығы да сәтті болып аяқталды. 2007 жылы өзімді облыстық денсаулық сақтау департаменті шақырып алып, наркология диспансерінде тәжірибелі мамандық керек, соған сіз лайықсыз деп осында жіберді. Оны оқу үшін Москвада 6 айдай оқып келдім, қазір осы жерде салалы жұмыс жасап жатырмын. Дәрігер мамандығы екі ортадағы алтын көпір ретінде жанына шипа іздеп келген адамдарды қол беріп, оларды жоғары көтеріп, өзінің өміріне қайта келу дәрігердің өзі адамға жан салуымен қатар адамның мінез құлқын, адамның сол сенімділігін өзіне пайда кіргізіп, жақсы жетістіктерге жетуіне әр уақытта дәрігер себепші болады.